Пәтеріңіздегі әр бөлменің әдемі талғаммен жасалу үшін әдетте көп қаражат қажет деп ойлаймыз. Алайда қарапайым заттардың көмегімен ақ ерекше интерьер жасауға болады. Бөлмеге жылулық пен сұлулық сыйлайық. Ендеше ортаға интерьер дизайнерін шақырғым келіп отыр. Бүгінгі біздің алғашқы қонағымыз Гүлшат Байжанова, интерьер дизайнер Гүлшатты шақыра. Келіңіз, Гүлшат ханым. Саламатсыз, Нұрбегүл. Сәлеметсіз, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Көңіл күйіңіз қалай, Гүлшат? Жақсы. Тамаша ма? Иә, тамаша. Гүлшат, яғни бұл бөлмені интерьер жасау, жаңа бір өң беру, ол да бір шығармашылыққа жатады. Яғни өзіңіз кішкентайыңыздан осы шығармашылыққа екеміңіз болды ма? Құмар болдыңыз ба? Әлде жақын арада бастадыңыз ба? Жоқ, мен кішкентай кезімнен сондай сурет салып, өзім енді айналысқам. Сурет салу, осындай өнерлермен? Иә, сурет салу, әртүрлі бір жиһаздар жасау қолдан, сондай нәрселер маған ұнайды. Гүлшат, үйде сондай бір жаңа, осындай бір өзіңіздің туындыларыңыз көп па? Әлде былайша айтқанда етікшіге жармайды деген сияқты? Жоқ, үйде жоқ. Сізде де ондай нәрсе жоқ па? Ондай жоқ үйде. Өйткені жасалған нәрселерді мен біреуге беріп тастаймын, сыйлаймын, жұмысқа апарамын, үйде ондай жоқ. Жарайды, түсінікті. Ендеше біз көрермендерге, яғни сіз өзіңіз үйде болмаса да ештеңе етпейді, көрермендерге қалай жасалу керек екен, неден жасап алуға болады екен, қандай материалдардан, қандай құралдарды пайдаланамыз. Соның барлығын айтып өтейік. Ардақты ағайын, біз тікелей эфирдеміз. Қазір бөлмелердің интерьерін қолжетімді бағаға заттарды алып, өзіміз үй жағдайында әдемілеп алуға болады. 553776 біздің байланыс нөміріміз, және де барлық әлеуметтік желі, яғни WhatsApp, Instagram парақшамыз сіздер үшін қазіргі кезде жұмыс жасауда. Хабарласыңыздар, біз сіздерді күтеміз. Жақсы? Кірісеміз бе? Иә. Бүгін біз өз қолымызбен мынандай жай рамочканы қалай безендіруге болатынын көрсетеміз. Мен алдын ала мынандай рамочка алдым. Сосын оған отырғызатын суретті дайындап қойдым. Ол енді біткен кезде біз оны ішіне қоямыз. Қазір мен бүгін мынандай краскілерді пайдаланам. Мынандай мен Тиффани цветін алдым бүгін. Бояуды, е? Яғни жақтама деп айтып жатады. И бастаймыз. Қазір бояймыз. Солақайсыз ба сіз? Иә, мен солақаймын. Бұл енді бірінші слой болады. Нағыз солақай адамдарды көбінесе байқаймын. Өнерлі болып келеді. Тігін істіккенге бір өзі икемі бар. Тамақ пісіретіндерде осы көбінесе нағыз шеберлер солақай болып келеді. Оның өзі білмеймін, ненің бір қызық екен, өзі таңғалып жатамын. Гүлшат ханым, яғни солақайлықтан бұрын кішкентай кезіңізде жаңағыда үйдегілеріңіз оң қолға ауыстырып жібермеді ме сізді? Иә, негізі тырысты ма? Тырысты, иә, бірақ сосын бір үлкен кісі айтқан, жоқ, олай істеуге болмайды. Сосын қойды. Балабақшада ауыстырамыз деп ойлаған. Енді біз қазір бүкіл мынау рамочканы. Менде сізге көмектескім келіп тұр, Гүлшат ханым. Қалай жасасам екен? Сіз мына шеттерін красклей беріңіз. Ортасын боямаймыз ба? Ортасында сурет болады, боямасақ та болады. Яғни біз оны салафанға тегізе беруімізге болады, өйткені жаңағыдай астында біздің краскамыз жұғылса да қорқатын ештеңеміз жоқ. Менде сіз сияқты солақаймын, бірақ мені жаңағыдай мектеп кезімде бәрібір де жылатып, мені оң қолға ауыстырып жіберген. Ой, кешіріңіз. Ой, кешіріңіз. Ештеңе етпейді. Мына сүртетін шүрек қой. Яғни осындай бояуларға келгенде, сурет салған кезде қолдың барлығы жаңағыдай бояу болады. Және де ол жұмыстағы бір процесс. Сондықтан қолымыз боялынып, бетіміз осындай сырға толып жатса, оны таңғалудың ештеңесі жоқ деп ойлаймын, иә? Солай емес пе, Гүлшат? Иә, дұрыс. Тағы да немен айналысқан ұнайды өзіңізге, өз кезіңізде? Мен негізі интерьермен айналысам. Қолым бос болғанда осындай бір нәрселер жасаймын. Тапсырыстар берсек аласыз ба? Әрине. Үйдегі интерьер болған кезде тек қана осындай
құралдарды ғана қоюмен айналысасыз ба, әлде көбінесе үлкен жаңағы заттар, былайша шкафтарды, бір көбінесе дизайнерлар қажет болып жатады ғой, немен нені үйлестіруді білмей жатады. Мысалға, пердемен оның астына бір жақсы бірдеңелерді қойғысы келіп жатады. Сондай кезде көмекке келе аласыз ба, әлде қиындау ма? Жоқ, сондай нәрсемен біз ылғи айналысамыз, осы үлкен нәрселермен. Әртүрлі объектілер аламыз, офистар, пәтерлер, үйлер. Енді сол, мысалы, үйдің проекті дайын болғасын, мынандай бір әдемі кішкентай нәрселер керек, өйткені олар бір ерекше бір әдемілік береді сол үшін. Өзіңізге. Ал енді қалай кептіреміз оны? Енді біз бұлай кептіреміз оны. Кәдімгі қарапайым түйінмен? Краскамызды кептіреді екенбіз, міне өздеріңіз байқағандай. Қанша минутта тез келеді ме? Бір 2-3 минут. Бояудың аты қалай деп аталады? Мынау мәскеулік бір авторский краскалар. Дарья Гейлер деген краскалар. Яғни осы арнайы интерьерлерге арналған бояу. Тез келеді екен, қарасаңыздар. Бірден құрғап келе жатқанын байқауға болады. Ой, тамаша. Дұрыс кептіру керек. Бұны жылтырап тұру үшін сыртынан лак деген сияқтылар жазасыздар ма, прозрачный үйде? Болады, бірақ біз мынау рамочканы матовый жасаймыз. Матовый болады. Құрметті көрермендер, егер де сұрақтарыңыз болып жатса, не болмаса өздеріңіздің жадыңыздан кеңестеріңіз болса, яғни қойыңыздар, Гүлшат ханым барлығына жауап беруге дайын. Және де біздің міне көріп отырғандай, біздер бүгін біреуін бағдарламамыздың басында бір түрін көрсетеміз. Және де екіншісінде бағдарламамыздың жаңағыдай жалғастыратын боламыз. Қазір міне жасыл түс, былайша айтқан кезінде Тиффани деп айтып жатыр. Сол Тиффани түсін бояғандаймыз. Енді не қосамыз? Енді біз грунт қосамыз. Грунт не үшін? Грунт деген нәрсе, бүгін біз рамочканы жай бояп, әдемі болып қалдырмаймыз. Ол мынандай бір қартайған рамочка болады, бір 50 жылдық сондай нәрсе. Қартайған деп бір түрлі айттыңыз ғой. Сондайды жасаймыз. Жап-жас, әп-әдем болып тұрған рамочканы қоюға болмас па екен? Болады, бірақ ол қызықты көрінеді да мынандай. Сізге қарап тұрып, өзім бүйтіп жаңағыдай не болып кеттім, сіздің түріңізге қарап, өзіңізде қартайған деп жаңағыдай қызық айттыңыз, әрине. Жатын бөлме интерьерінде енді қандай түсті қолданған жөн? Әрине, мұнда ешқандай шектеу жоқ. Мәселен, жұмсақ, көкшіл мен суық көктің үйлесімі көптеген жандарға тыныштық сыйлап, үй қалдында біраз босаңсуға мүмкіндік береді екен. Ал сарғыш немесе жасыл түс үйге өң кіргізеді. Егер жатын бөлмеңіз кішірек болса, интерьерге ашық түстерді қолданыңыз. Бұл түстер бөлмені әрине кеңейтіп көрсетеді, сондай-ақ жанға жайбарақаттық сыйлап, тыныштандырады екен. Негізі, егерде көрермендерге айтарым, сіздердің қандай өздеріңізге түс ұнайды, үйдегі бөлмелеріңізді қандай түске боямақ ойларыңыз бар, интерьерін қалай бір өзгерткілеріңіз келген шығар. Сол жайында сұрақтарыңыз туындап жатса, қойсаңыздар болады. Біз барлық сұрақтарға жауап беруге дайынбыз. Мүмкін қазіргі кезде әрине оның барлығы үлкен ақша, қаражатты талап ететін дүние. Өйткені ешкім сізге тегіннен тегін өзінің ойын интерьер жағынан жаңағы бір дизайнын ешкім бір сатып айтып бермейді. Ол енді сөзсіз, оның барлығы ақша тұрады. Ал енді қазір біздің бағдарламаны пайдалана отырып, көрермендер сұрақ қойса, Гүлшат ханым барынша жауап беруге дайын. Әрине. Қазір мен мынау екінші слойын жағып қойдым, грунт. Көрдіңіз ба? Оның ішінде мынандай бір кішкентай тастар сияқты болады. Сол керек, ол сосын красканы жаққанда мынандай бір түрлі қызық болып көрінеді. Міне, мына жерде байқағандай, яғни мына қоңыр түсті бояған екен, және іштерінде кішкентай тастар тұр екен. Ол яғни бір бұрынғы жаңағы заманнан келе жатқан
жаңағыдай нені береді, иә? Иә, бір фактура береді. Өңді береді, иә, сондай. Енді біз оны кептіреміз. Яғни тарихи затқа ұқсап қалды, иә? Оны жақсылап кептіреміз енді. Осы техниканың, грунттың бағаларын айтып өтсеңіз, шамамен. Мынандай бір баночка 2,5 мың теңге тұрады. Мынандай 3500. Бірақ ол көп уақытқа жетеді. 3500. Иә. Оны бірнеше зат істейсіз. Ал жаңағы үйдегі бір заттарды, бөлмедегі дүниелердің барлығын бояуға бола ма осы бояуға? Иә, әрине. Кухняңызды боя аласыз, шкафыңызды боя аласыз, есіктерді, әр нәрсені бояуға болады. Оны кептірген кезде де фенмен кептіре ме, әлде басқа нәрсемен кептіре ме? Жоқ, негізі уақытыңыз болса, сіз бір күн тосасыз. Бірақ фен ол тез кептіреді, сол үшін мен оны пайдаланамын. Көріп отырғандай нағыз. Көрдіңіз ба? Бір цветтің астында екіншісі шығады. Ол ұжымнандай бір қызық көрінеді. Арнайы осы мамандықты аяқтадыңыз ғой, осы оқыдыңыз ғой? Иә. Мен негізі Астанада оқығам, сосын Сеулда оқығам. Сеулда оқыдыңыз? Иә. Қай жерінде Сеулдың? Сеульский национальный университет. Ұлттық университетінде, иә? Иә. Корея мемлекетінде болғам, өте сондай халқы, енді сондай бір әдемі деп айта алмас едім, бірақ халқы өте еңбекқор. Иә, өте. Олар бір сағат 4-5-те таңғы тұрады, оқиды, жұмыс істейді. Енді еңбектенгендерін көріп, бір құмырсқа сияқты. Таң қалдым, жатпайды ғой, күні түні. Және олардың жас балалары да бір таңға дейін, 4-ке дейін, 5-ке дейін жаңағыдай қыдырса да, жақсы бірдеңелерді бір тойлатса да, екінші күні сабақтарын берілген тапсырманы орындап, екінші күні мұғалімнің алдына сол жұмысты жасаған кезде енді таңғалатындай жайт. Олар жаңағыдай қыдырдым ғой деген ой жоқ. Ондай жоқ оларда. Иә, солардың барлығын көріп мен таңғалған болатын. Және олар мысалы үлкен адамдар, мысалы бір кісілер 60-70-ке келседі, олар жай пенсияда отырмай, мысалы біздің университетке келіп бір мамандықты аяқтап жатқан. Соған мен өте таңғалдым. Яғни олар 60-қа келдім, 50-ге келдім деп, қартайдым деп оқымай қоймайды. Әрі қарай өздерінің оқуларын, білімдерін шыңдандыра түседі, иә? Иә. Әрине, оқу ешқашанда кеш емес. Және де біз, менің ойымша, ол мақтанғаным емес, әлде болмаса басқа елді мақтап жатқаным емес. Біздің елде де ондай азаматтар баршылық. Дей тұрғанмен, осындай бір жерлерді, елдерді көрген кезде, осындай елдердің азаматтардың жұмыстарын көрген кезде, артықшылығын көрген кезде, оларда неге алмасқа, неге бір нәрсені үйренбеске деген өзім ойда болам. Болдау дейм, иә, осыны кептірген жеткілікті ғой. Өйткені ол дұрыс кебу керек. Құлағым кішкене тыныштап қалдық. Жақсы, енді біз оны кейін жарнамадан соң әрі қарай ісімізді жалғастырайық, иә? Ардақты ағайын, арнамыз қосулы болсын, бізде аздаған жарнама. Бізбен бірге болыңыздар. Ұзатылған қызға қалың мал төлеу қажет пе, әлде қалың малсыз ақ ымыраға келуге бола ма? Жалпы қалың малдың орташа мөлшері қандай? Әйел бақытында осы тақырыпты сіздермен бірге талқыласақ. Махаббат деп соқса жүрегің, бәрі де сол қыз үшін. Тек мынау емес, мынау да жетер, мен мұндайға келіскен жоқпын. M&M's 49, 40, біреуі жоқ. Ол сен сияқты Плезар Нюра ғой.
Foodmaster сүтті үздік фермалардағы 18 мың сиырдан алады. Бізге қосылыңыз. Фермалар мен зауыттарға бейне экскурсия жасаңыз. Foodmaster сүттің жақсысы. Шоколад, печенье, карамель, альбени. Науқан, кодтарды тіркеде, альбениден күн сайын ұтыстар ал. Музыка мен жүлделерге. Икстің сол жақ таяқшаларының бәрі-бірдей қытырлақ болғандығына көз жеткізген соң, олардың бетіне карамель мен шоколад жағамыз. Біз болған көрші фабрикада Твикстің оң жақ таяқшасы тура осылай дайындайды екен. Ал мұнда карамель біргелкі араластырылады. Твикстің оң жақ таяқшасы үшін де солай. Твикс, екеуінің де дәмін татып, қайсысын таңдайтыныңды шеш. Жемчуг тазарту күтім бет терісін тазартудағы жаңалық. Әр құралдың құрамында 20% сары су бар. Жаңа технология теріде кірді кетіріп қана қоймайды. Сондай-ақ күтім жасауға мүмкіндік береді. Черный жемчуг. Теріні тазарту кезіндегі алғашқы күтім жасау әсері. Біздер енді ерікпейміз, мекені ол екені, досы сыйсыз өмір сүру жалықтырар әркімді. Сәттер сәтсіз болса дағы, мойымаймыз, шыдаймыз, тек солай басқалай емес, жасай берсін сюрприз. Киндер сюрприз бірден 3 тілекті орындайды. Сюрприз! Сүтті қабаты бар, сүтті шоколад, ойыншық. Киндер сюрприз! Әрқашан қуаныш сыйлайды. Ұлттық арна қолдауымен біз бұл күнді 20 жыл күттік. Ең нәзік шоу. Махаббат әндерінің ханшайымы Мәдина Сәдуақасованың алғашқы шоу-концерті «Жұлдызым». 20 қазан Республика сарайы. Басталуы 19:30-да. Толық ақпарат www.kasterka.kz сайтында. Ардақты ағайын, бұл еліміздегі ең қызықты әрі пайдалы бағдарлама бірге таңдаймыз. Біз өздеріңізбен дүйсенбіден жұмаға дейін күнделікті сағат 1 мен 2-нің аралығында тікелей эфирдеміз. Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырайық. Бүгінгі шатқанымен бүгін біз дизайнер, интерьер, біздер бүгін үйдегі жаңағы интерьерді, қазір осындай бір дүниелерді әдемілеп бояп, жаңадай оған өң беріп жатқан жайымыз бар. Ол қарапайым ағаш көріп отырғандай, рамка деп айтады ғой. Соны қазір біз бояп, ортасына әдемі сурет салып, оны бір үйдің бөлмеміздің түсіне бірдей сәйкестендіреміз. Осы ретте хабарласқан көрермен бар екен, тыңдап көрейік, сосын жалғастырайық. Алло, сәлеметсіз бе? Қайырлы күн, тікелей эфирде сіздің даусыңыз дұрыс естілмей тұр. Алло, саламатсыз. Алло. Алло, тыңдап тұрмыз сізді. Алло, саламатсыз. Сәлеметсіз бе? Я, тікелей эфирдесіз. Мен сұрақ қойайын едім сіздерге. Ал қойыңыз сұрағыңызды. Мен ауылдық жерде тұратын едік. Мына бөлмені мына краскамен бояйып едік. Оған егер пеш бар, пешке әсер етпей ме, соны сұрайын деп едім. Сіздің бөлмеңіздің түсі қандай? Түсі ақ. Әппақ, иә? Аха. Мынандай рамкалар үйде бар ма, негізі қолданасыздар ма? Ондай жоқ, қолданып көрейік деп едік соны. Түсінікті. Ендеше қазір көмектесуге тырысамыз. Рахмет сұрағыңызға. Гүлшат ханым, көмектесейікші? Яғни, үйде пеш бар ғой. Күн суытты. Сол пештің ауылдық жерде тұрады. Пештің жылулығы баратта, әлгі стенкедегі жаңағыдай қабырғадағы краскаларды жаңағыдай зияны тигізбей ма дейді. Краскіге? Иә. Жоқ, оның зияны қандай болады? Пеш енді, мысалы... Мынау жағып жатқан краскаларға зияны тигізбей ма дейді, ұшып кетпей ма дейді. Жоқ, ол ұшпайды, ештеңке болмайды. Сіз оны бұлай тек қана, мысалы, бұлай қырып нетпесеңіз, оған түк болмайды. Жоқ, ол болмайды ештеңке. Түсінікті. Яғни, ештеңе жоқ. Менің ойымша, сіздің тек қана бір
қабырғаңызға, болмаса бір басқа бір бөлмеге, жатын бөлмеге емес, басқа бір қонақ күтетін бөлмеңізге, не болмаса коридорға, бір жақсы шай ішетін бөлмеңізге, алдыңызға, көз алдыңызға осындай бір дүниелерді жасап қойсаңыз, артық етпейтін сияқты. Менің ойымша, және де отбасыңызбен бірге түскен суретіңізді алып, осындай тамаша дүниелерді неге өз қолыңызбен жасап қоймасқа? Жасап көріңіз, міндетті түрде ол жасаған дүниеңізді, сосын міндетті түрде видеоға, не болмаса суретке түсіріп, біздің арнайы парақшамызға жіберсеңіз болады. Күршат, сіз көрермендер сұрап жатыр, не істеп жатқаныңызды? Мен жаңа тағы бір грунт қостым, көп грунт. Оның да кішкентай тастары бар. Сарыға қарағанда олар кішкентай болады. Енді сол кепкен соң үстінен ақ краска жақтым. Ол енді финальный краска болады. Ең соңғы, ең соңғы краска, иә. Оны қазір кептірем. Сосын андай воск жағам, краска кетпеу үшін, закрепитель сияқты. Сосын оны бұлай кішкене шкурить етіп бітіреміз. Қараңыздаршы, оңай дүние сияқты, қарап тұрсаң, бір кішкентай дүние, оның барлығы еңбекті талап етеді. Егер де өздеріңіз жасайым деп ұйғарсаңыздар, қолдарыңыздан келетініне мен ешқандай күмәнданбаймын. Неге десеңіз, адамның жасаған басқа адам жасай алады. Ең бастысы, өзіңіздің қалауыңыз және де еңбекті талап етеді. Ол үшін сәл шыдамдылық, және де осындай бояуларды алып қойсаңыз, біраз үйдегі осындай рамкаларға жетеді екен. Бояп, сосын үстіне мына воск дейді, ол жаңағы қату үшін, красканың жаңағы ұшып кетпеуіне жақсы көмектеседі. Сосын мына біреумен қазір бүйтіп жақсылап тұрып, жаңағыдай наждакпен жаңағы шкурка жасайсыз. Оның не үшін қажеті бар? Оның біз қараңыз, 4 түс істедік, сол астыңғы түстер көріну үшін біз үстіңгі түсін кішкене бұлай алып, сонда астыңғысы шығар көрінеді. Қырамыз былайша айтқанда. Түсінікті, мінекейіңіз. Қазір мынаны кептіріп бастаймыз. Күршат, сізден көрерменіміз сұрап жатыр, неше қабат бояймыз дейді. Сіз енді қазір Тиффани, қоңыр түсті боядыңыз, сәл көкшілдеу түсті алдыңыз, және де ақ түсті алдыңыз. 4 түс. Ал негізі бұлай алғанда үй жағдайында өзіміз бір түспен бояп қойсақ жеткілікті ма? Әрине. Сіз қандай не күтесіз мына рамкадан? Мысалы, мен осындай кішкене қартайған бір рамочка, бірнеше түс, сондай істегім келді, сол үшін мен 4 түс. Мен онда әппақ, әдемі бір сондай бір түсті пайдаланғым келіп отыр. Жақсы, сіз онда істей аласыз, иә. Ендеше мен осы ақ түсті және де сәл мына жерлеріне бір әдемі Тиффани, не болмаса қызыл түстерді бірдеңемен бір қосқым келіп тұр. Онда сіз қазір, сіз мынаны краскілегенде, қараңыз, мынандай бір кішкентай секреті бар. Бояғанда бұлай бір направлениемен істейсіз. Әйтпесе ол бұлай бір-жыр болады. Мені бүйтіп ұстап тұрайық. Бұлай бір направление жасайсыз. Бір бағытта. Сонда ол мынандай ровный болып тұрады. Әдемі түп-түзу болып тұрады. Мен бір шетін басып тұрайын. Тегіс болып тұрады екен. Қаншама қыр-сыры бар, біз білмейтін. Сонда ол мынандай кішкене ровный болып тұрады. Бұлай істейміз болды. Енді Кептіреміз. Қазір мен кім кептіріп істейік? Сосын арғалай келсем, Негізі үй интерьерін жасайтын кезде жуынатын бөлмені де ұмытпауымыз керек. Егер жуынатын бөлмеңіз үлкендеу болса, ерекше пішінді түрлі түсті кілемше сатып алуға болады. Қабырғаға тас, бақалшық, декоративті ағаш бұтақтарын өз қалауыңыз бойынша жабыстырып әрлеуге болады. Ал сөрелерге ірілеу теңіз бақалшықтарын, декоративті шам қойғыштарын орналастырыңыз. Айнаның жақтауына теңіз теліндегі декоративті элементтерді жабыстырып, безендіру сәнде екен. Қазір бір әртүрлі жаңағыдай декоративті ракушкалар деп айтып жатады. Соларды қазір сатып та жатады. Не болмаса теңізге барған кезде бір демалыстарға барып жатсаңыз, не болмаса бір дүкендерде де қазір сатып жатады, кішкентай. Оны бір
айнаның осындай бір рамкасын былайша айтқан кезде жан жағындағы оны да әдемілеп бояп, ракушкаларды бүйтіп түрлі түстілерге бояп, ортасына айна, не болмаса суретті қойып, безендіріп қойға болады. Оны өз басым біраз көргем, және де басқа мемлекетте болған кезде сондай бір жұмысқа да сәл ғана атсалысқан болатын. Ана көшелерде, үлкен дүкендерде отырады ғой адамдар жұмыс жасап. Сонда жаңағы ракушкаларды өзім жабыстырып, сол жасаған дүниені өзім сатып алып, осы анау бір басқа мемлекеттен Қазақстанға алып келген жайым болатын. Әрине ол да бір ерекше, сіздің бөлмеңізге бір өң беріп тұрады. Ең бастысы, қыз баланың әйел затының бөлмесі. Феніміз еркелеп жатыр ма? Иә, еркелеп жатыр. Қазір біз оның жағдайын жасап көрейік. Ананы көрген мен. Кейде бұл да бір қыз баланың дүниесі болғасын. Жаңағыда еркелеп қалып жатыр, ештеңе етпейді. Одан да біз қазір көрермендерге қалай жасалу керек екенін айтып өтейік. Жақсы. Ардақты ағайын, 55-37-76 біздің байланыс нөміріміз, және де хабарласқан осы ретте көрермен бар екен, тыңдап көрейік. Алло, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Я, тікелей эфирде сіз тыңдап тұрмыз сізді? Мен де ескі 70-80 жылғы сағат бар еді, ағаш. Соны қалай реставрация өңдеуге болады? Ағаш сағат үйде, я? Үлкен. Үлкен ғой? Хастенеден ілініп тұратын. Түсі қандай оның, әпке? Мебелдің түсінде. Қоңыр түстес, я? Қоңыр түстес. Қоңыр түстес. Түсінікті, рахмет сұрағыңызға. Қазір маманың өзінен кеңес алатын боласыз. Яғни үйдегі сағаттың түсі қоңырқай, үлкен сағат екен. Оған қандай бір өң беруге болады дейді, қандай түстерді қоссақ болады дейді. Оны енді интерьерға қарауға керек. Әртүрлі қызылша, ақ істеймі, енді оны... Қоңыр түспен қандай түстерді жаңадай жабыстыруға болады, иә? Оған қоңырға енді әртүрлі бежевый, молочный келет, жасыл келет. Міне, мынандай түс қой, яғни қоңыр. Сары да оған келет. Енді қалған бөлмеге қарау керек та, перденің түсіне, қандай диван, полдың түсіне, соған қарап, түсті таңдауға болады. Бұлай жай бір әр түсті сіз қолдана алмайсыз. Қоңырға қызыл түсті қондыруға болады деп білесіз бе? Иә, болады. Жасыл түсті қондыруға болады деп білесіз бе? Көк түсті қондыруға болады деп білесіз бе? Көк енді керек емес. Аса дұрыс, жараспайды, иә? Түсінікті. Яғни, әпке бағана сұрағыңызға жауап, егерде үйдің бөлмелердің жаңағыдай өзіңіздің шкафыңыз, не болмаса тамақ ішетін үстеліңіз қандай түсте, яғни сіздің тамақ ішетін бөлмеңіздегі кухняңыз қандай түсте, соған байланысты сәйкестендіріп қоңыр түске сәл сары түсті, сәл жасыл түсті, қызыл түсті араластыруға болады екен. Ал көк түсті қоспағаныңыз дұрыс. Өйткені маманың айтуынша көк түс аса жараспайды екен. Хабарласқан тағы да бір көрермен бар, тыңдап көрейік. Алло, сәлеметсіз бе? Тыңдап тұрмыз сізді, қайырлы күн, тікелей эфирдесіз. Қайырлы күн, бірге таңдаймыз передачасыма. Сізді жақсы тыңдап қараймыз үйдің ішінен. Рахмет. Сізге берер сұрағым. Мана бір кісі сұрақ берді ғой, пеші бар үй депші. Иә. Бізде де сондай пеші бар бөлмеміз бар да. Төбесі кәдімгі пештің несінен ұс болып кеткен да, потолок, төбе. Соны қандай краска жағуға болады, қандай сырлауға болады, қандай краскамен сырлауға болады, соны сұрағым келген. Ал қабырға қандай түстес? Қабырға төбе, потолок, ақ. Жоқ, қабырғаңыз ақ, ал төбеңіз енді түсінікті ғой, қабырғаңыз ақ па? Жоқ, қабырға көк. Қабырға көк. Морской түс деп айтады ғой? Иә, енді қазір анау жаңада түтін шыққан ғой төбеден. Иә, төбе ұс болғанда кәдімгі қара, ешқандай краска жұқпай тұрды оған. Түсінікті. Бұрын соңды бояп көрдіңіз ба?
Иә, бояғанменен краска жұқпайды. Жуып та көрдік оны ше. Қандай краска бояған? Қандай краскамен боядыңыз деп жатыр? Ақ краскамен боямыз, кәдімгі. Ақ сырмен боядыңыз, иә? Иә. Гүлшат, көмектесейік бізде деп болмай. Қандай түстермен тағы да пайдалансақ болады? Қабырғаның биіктігі қандай сізде? Қабырғаның биіктігі кәдімгі стандарт. Үйде болады ғой? 2,7? 2,7, иә, стандарт. Онда 2,7 расымен стандарт. Мысалы, төбеге онда тым ондай қоңыр түстерді пайдалануға болмайды. Ақ немесе мынандай кішкене бежевый. Сол краскалар жақсы ұшып кетіп жатыр дейді. Өйткені ол түтін жаңағыдай қараланып. Сол мен сұрап жатырмын, красканың маркасы қандай? Мысалы, ол оған да байланысты ма? Жаман краска болуы мүмкін. Яғни сапасы жақсы краска керек. Олар жууға да болады, щеткілеуге де болады. Қандай красканы қолданғаны жаңағыдай көмек берер едіңіз? Текуриланы қолдануға болады. Сосын әртүрлі эмальдар бар, матовый, соны да қолдануға болады. Олар расымен жуылады, щеткамен де тазаланады. Және жақсы тұрады деп ойлайсыз ба? Иә, әрине. Тамаша. Түсінікті. Яғни, көп рахмет, сіздің сұрағыңызға жауап алдыңыз ғой деп ойлаймын. Тағы да болып жатса, SMS хаттармен жазып жіберіңіздер. Яғни, сіздің қолданған бояуыңыздың сапасы нашар болғандықтан шығар деп ойлаймын. Өйткені ондай жағдайда байқағам, яғни түтін шығып, жаңағыдай бояуды сырып, красканы ұшырып жіберіп жатса, сапасы жоғары бояуды пайдаланғаныңыз жөн. Сонда ол жақсы тұрады. Тағы да не нәрселер пайдалансақ болады, Гүлшат? Төбеге ма? Иә. Краска, штукатурканы пайдалануға болады. Ол тым жақсы. Оны кометпен де таза аласыз. Штукатурка? Иә, декоративный штукатурка. Венецианка, әртүрлі олар. Әр түстері де болады, фактурасы да әртүрлі болады. Міне қазір енді наждақпен кеткен нәрсені сәл қырып жатырғандай. Кішкене былай кетіреміз, су кету үшін. Неге сіз қартайғанды алдыңыз, мен түсінбедім? Енді ол кішкене мынандай винтажный болады да, ол қазіргі күнде. Винтажный стильді бердіңіз. Иә, өте, қалай айтсам болады, популярный. Иә, қазіргі кезде трендті екен. Иә, иә. Түсінікті. Сол үшін мен винтажды таңдап алдым. Наждақпен міндетті түрде кепкеннен кейін? Иә, оны жасамасаңыз да болады, бірақ мен жасағым келеді. Кішкене мынандай краскасы кеткен, сондай болу үшін. Яғни винтажды стильді, қазір винтажды стиль қазіргі кезде трендте болғандықтан, біз сәл оны жаңадай қартайтып көрсеткіміз келді. Егерде сізге басқаша түстер ұнаса, яғни көне зат болып көріну үшін. Негізі білесіз бе, басқа мемлекеттерде, Франция елінде негізі бұрынғы заманнан келе жатқан үйлер, оларының бағасы қымбат тұрады. Ал қазіргі жаңадан салынған үйдің бағасы арзанырақ тұрады. Өйткені оның тарихы бар. Сондықтан ол қымбат, құнды болып саналады. Сондықтан біз бүгін мына жаңағы интерьерді сәл осындай винтажды стильді бергіміз келді. Оны да сіздер өз қолдарыңыздан жасап алуыңызға болады. Үйдегі қазір көріп отырған қыз-келіншектер, біздің жеңгелеріміз, сондай бір осы шығармашылыққа жақын жандар болса, сосын өзіңіз суретіңізді қойып қоясыз, мысалы. Қандай өз суретіңізді, отбасыңыздың суретін іліп қойға болады екен. Не болмаса өз қолыңыздан жасап, осындай өз қолыңыздан жасап, сыйлыққа ұсынсаңыз болады. Тамаша. Гүлшат ханым, көп рахмет сізге. Сізге рахмет. Ертең үлкен үйіміз болған кезде сізді интерьер жасауға шақырамыз. Жақсы, тұрсам, рахмет. Бұйыртса, алғысымыз шексіз шығармашылық табыс тілеймін сізге тек қана. Сәлден соң қол сағат таңдап, киіммен үйлестіріп кию жөнінде стилист кеңестерін